Санчо, тірісің ба? Жындыма өліп қалған жұмыртқа тірісің ба деген ес. Өзің қуырса қос ыстық майға. Бұларға сөзді берсең болды, бір-бірімен ұрсып кетеді ғой. Осылай азанға тез жұмыртқа мен сосисканы қуырып жеп алдым. Обедке турама бар. Кешегі қамыр ауқаттың соны турап ыстатын боламыз. Бір күн ет, бір күн турама ма? Иә, кеше бүтіндей жеген болатынбыз. Бүгін турама қып, турап жейін деп жатырмыз. Қазір мына қамырды сорпаға салып алатын боламын. Ал мына жақта сорпам күштілеп қайнап жатыр. Осыған қамырларды салып алатын боламын. Ал ол қамырды салып қойып, ол жақта пісе берсін дедім да, мына жақта сосиска тез-тез істеп жатырмын. Ашыған қамырым бар еді, соны тез-тез орап, майға қуырып алдым. Вау, қыздар, қараңыздар, осындай пышный болып шықты ғой. Егер сіздерге рецепт керек болатын болса, маған рецепт деп жазып кетіңіздер. Ту, сығыспай ара жатыңдаршы екеуіңе. Естимай атсың ба, жеп қояды сені. Неп ұрсып кетесіңдер. Бір пысықтығым ұстазы тоқтай алмай қалатыным бар. Ona жақта самсаның қамырында ертіп қойған болатынмын. Қой обал болмасын дедім де, бұны да тез начинкасын дайындап, осылай түйіп тастадым. Жаман пысық ше осы қатын. Аха, енді бізді майдалап самса істейін жатыр ғой бұл. Вау, қыздар, қараңыздар, күшті болып шықты ғой самсам. Бұны сразу айтайын, дайын қамырдан істей салдым. Негізі өзім қолдан да жасап тұрамын. Сіздер дайын қамырды қолданасыздар ма, или өздеріңіз жасайсыздар ма? Жаза кетіңіздер. Ас болсын енді.